Сәлеметсіздер ме бәріңізге тағы да фильм қысқаша мазмұнымен келдім. Бұл видеода 2026 жылғы триллер қорқынышты фильмдердің бірін 28 Years Later. The Bone Temple фильмін қысқаша баяндаймын. Оқиғаға кіріспес бұрын, бәріңізге жақсы әрі тамаша күн тілеймін. Ал енді тікелей оқиғаға көшейік. Зомби басқыншылығына ұшыраған Англияның бір жерінде қатыгез культ өкілдері бір топ қорғансыз тірі қалған адамдарды байлап, дарға асып қояды. Культ мүшелері әртүрлі оғаш маскалар киеді де, құрбандарды әлі тірі кезінде қатыгездікпен терісін сылып алады, олар азаптан айқайлайды. Культ мүшелері осы қорқынышты рәсім кезінде күліп қуанады. Ал жақын жерде жасырынып тұрған бір тірі қалған адам қорқыныштан қалтырап, бұл жаңа әлемде ешқандай мейірім қалмағанын түсінеді. Бәрі алдыңғы фильмде Fingers деп аталатын культ тобының қолынан табылған жасөспірім бала Спайктың оқиғасынан басталады. Бұл топтың жетекшісі сэр Лорд Джимми Кристал. Топ мүшелері жарқын спорттық киімдер мен арзан ой киіп жүреді. Олар қазір Спайкты қорлап, мазақ етеді, ал Джимми қатыгездікпен қарап тұрады. Ол өз саусақтарына Fingers бұл өлімге дейінгі шайқас екенін айтады. Содан кейін өзіне әкесі деп санайтын шайтанға дұға жасайды. Кейін бір жігіт Спайкқа қатыгездікпен шабуыл жасайды, ал қалғандары қорғансыз балаға қарап қатыгездікпен күледі. Азап шегіп тұрған Спайк пышақты жұлып алып, шабуыл жасаған жігіттің шалбарын тартып, оны жамбасынан шаншады. Анықталады. Спайк артерияны зақымдаған екен, жігіт қатты қан кетеді. Жараланған жігіт көмек сұрайды, бірақ достары тек күледі. Біраздан кейін ол қан жоғалтудан қаза табады. Мұны көрген Джимми Спайкқа таңданып, оны қабылдайды және өзінің атымен атап, Джимми деп қайта атайды, өйткені ол өз атының түрлі нұсқаларын жақсы көреді. Бала өз жасаған ісіне қатты таңғалып, жараланған, бірақ басқа таңдауы жоқ, оларға еруге мәжбүр. Басқа жерде орманда бір ер адам сақтықпен жүріп келеді, бірақ кенеттен ағаштар арасынан індет жұқтырған зомбилер тобы оған шабуыл жасайды. Ол құлаған кезде ең үлкен әрі басым альфа-зомби оның басын денесінен қатыгездікпен ажыратады. Тағы бір көріністе доктор Иэн Коулсон деген адам өлген әйелдің мәйітін тауып, оны сүйреп әкетеді. Көп ұзамай қашықтағы альфа-зомби оған қарай жүгіреді, бірақ Коулсон оны тыныштандыратын дартпен атады. Зомби тынышталып, бағынады. Коулсон дартты алып тастап, альфа-зомбиге оның атын Самсон деп қойғанын айтады, оның үлкендігі мен күшіне байланысты. Бірақ зомби ешқандай сөзді түсінбейтін сияқты. Кейін Коулсон бұрын тапқан мәйітті өртеп, бас сүйегін өзінің сүйек храмына Bone Temple қосады. Содан кейін баспанаға барып, музыка тыңдайды және ескі суреттерге қарап, жақсы күндерді еске алады. Келесі күні Коулсон тағы Самсонмен кездеседі. Зомби енді қарт адамды қасақана іздеп, дәрі алу үшін келетін сияқты. Коулсон оны тағы тыныштандырған соң, екеуі бірге отырады. Доктор Самсонмен сөйлесіп, жауап күтеді. Кейін Коулсон тәуекелге бел буып, Самсонның қасында ұйықтап қалады. Оянғанда зомби кетіп қалған. Коулсон оның өзін ұрмағанына қуанады. Келесі күндері ол дәріні жақсартуға жаңа күшпен кіріседі. Самсон күнде келіп тұрады. Екеуінің арасында соншалықты күшті әрі ерекше достық орнайды. Тіпті доктор альфа-зомбимен бірге билейді. Басқа жерде жас жұп Том мен Кейти және егде жастағы Яно орманда саңырауқұлақ жинап жүреді. Бірақ індет жұқтырған адамға тап болады. Яно зомбиді өлтіру үшін жақындайды. Бірақ зомбидің айқайы басқа індеттілерді шақырып, олар қарт адамды қуа бастайды. Жұп қашып кетеді. Кейти жүкті Томға Яноны тастап кетуді айтады. Көп ұзамай Яно зомбилердің қолына түсіп, өзі де жұқтырады. Көп кешікпей Том мен Кейти фермалық үйге жетеді, онда басқа тірі қалғандармен бірге тұрады. Кейти не болғанын түсіндіріп жатқанда, үйдегі бір қарт адам оларға қонақ келгенін айтады. Іште Джимми мен оның культ мүшелері үстел басында отырып, тамақ ішіп жатыр, әлемді өздері иеленгендей. Джимми бір саусағы Джиммиға билеп, барлығын көңіл көтеруге бұйырады, ол келісе қояды. Кейти не істеп тұрғандарын сұрағанда, Джимми олардың аш және шаршаған қаңғыбас топ екенін, тамақтану үшін келгенін айтады. Қонақ ретінде қабылданбағанын түсінген Джимми кететінін, бірақ алдымен тұрғындарды өлтіретінін мәлімдейді. Бір тұрғын ыстық су құятын табаны лақтырады. Том Кейтиге қашуды айғайлайды, ол қашады. Бірақ культ қалған тұрғындарды ұстап алады.
Джимми бір саусағы Джимми Эннге ертеңгі орынды табуды тапсырады. Ол рәсімді Charity жіберіп алғанына ренжісе де, мойынсұнып, жалғыз кетеді. Кейін сүйек храмында Коулсон Самсонмен билеп жатқанын Джимми алыстан көріп таңғалады. Фермалық үйде культ қалған 4 адамды қорада байлап қояды. Джимми оларға ескі Ник, Сатан туралы әңгіме айтады. Культ мүшелері әртүрлі жерлерге барып, адамдарды құрбандыққа шалады. Бұл рәсімді Charity деп атайды. Джимми саусақтарына рәсімге дайындалуға бұйырады. Олар маскаларын киеді. Кети жақын жерде жасырынып тұрып, қатыгез топтың адамдардың кеудесін тірі кезінде сылып жатқанын көріп, қорқыныштан қалтырайды. Бұл көрініс Спайкты соншалықты шошытқандықтан, ол сыртқа жүгіріп шығып құсады. Ona қайтып келген Джимми Энн табады. Спайк мұны істей алмайтынын айтады. Джимми Энн күтпеген жерден жанашырлық танытып, баланы жұбатып алады. Көрініс кешке ауысады. Коулсон Самсонмен бірге отырып, оған беріп жүрген дәрінің негізгі құрамы морфин екенін айтады. Самсонның қазіргі тұтыну қарқынымен тек 2 аптаға жететін морфин қалған. Өткен 28 жылда 70 миль радиустағы барлық дәрілерді босатып бітіргенін айтады. Енді морфин табылмайды. Сондықтан Коулсон альфа-зомбиді эвтаназия жасап, тыныштыққа жібермек болады. Бірақ дәл сол сәтте Самсон аспанға қарап тұрып, «Хенетай, муын» деп сөйлейді. Бұл сөзді естіген доктор таңғалып, Самсонның адамдық қасиетін қайта қалпына келтіріп жатқанын түсінеді, процедураны тоқтатады. Қорада культ 3 адамды өлтіріп үлгерген, тек Том тірі қалған. Джимми оған күшті саусақтар керек екенін айтып, бір саусақпен өлімге дейін шайқасуға таңдау жасауды ұсынады. Жеңсе культқа қабылданады, ұтылса немесе бас тартса тірі кезінде терісін сылып алады. Басқа амалы болмаған Том Джиммині таңдайды, өйткені ол ең әлсіз көрінеді. Джимми шайтанға дұға жасап, шайқас басталады. Том дереу шабуыл жасайды, бірақ Джимми өте шебер болып шығады, оны жеңіп, қатты жаралайды. Кети қорқыныштан қарап тұрады. Джимми Томды жерге жатқызып, үстіне отырып терісін сылуға дайындалады. Бірақ кенеттен біреу оны арт жағынан қатты ұрады. Бұл Кети болып шығады, ол етілуге арналған ілмекпен соққы берген. Кети байқалып қалған соң қашып кетеді. Ашуланған Джимми адамдарына оны қууды бұйырады. Том газ баллонын алып, бір культ мүшесін өртеп жібереді. Сыртта Джимми мен Коулсон, Спайкпен бірге, айқайды естіп, алаңдайды. Қора есігі ашылып, жалынға оранған адам шығады, екеуі де таңғалады. Қалған культ мүшелері сыртқа жүгіріп қорқады. Қора өртенеді, Том мен Джимми іште қалады. Ашуланған Джимми Спайкқа Кетиді қууды бұйырады. Спайк қашып бара жатқан әйелді қуып жетіп, қақпа жанында бұрыштап алады. Спайк оған өзін бірге алып кетуді өтінеді, бірақ Кети сенбей оны құлатып қашып кетеді. Спайк Джиммиге қайтып келіп, әйелді өлтірдім деп жалған айтады. Бірақ Джимми сенбей, мәйітті неге әкелмегенін, неге басын немесе туылмаған баланы дәлел ретінде әкелмегенін сұрайды. Бір саусақ Спайкты барлық нәрсеге кінәлі деп айыптап, оны өлтіруді ұсынады. Джимми Энн ара түсіп, мұны ескі Никтің өзі шешін дейді. Ол бүгін сүйек храмында қызыл түсті ескі Никті альфа-зомбимен билеп жүргенін көргенін айтады. Бұл қарапайым адамға мүмкін емес. Олар ескі Никпен кездесіп, бала туралы шешім қабылдауды ұсынады. Келесі күні орманда Самсон жемістер жеп, қолын киіміне сүртеді. Ол күннен күнге жақсарып келеді. Коулсон досын толық емдеу үшін зерттеу жүргізеді. Бірақ Самсонды іздеп барғанда оны таппайды, алаңдайды. Жақын жерде культ мүшелері оны бақылап тұр. Спайк пен Коулсон алдыңғы фильмде кездескен болса да, қызыл түске боялғандықтан бала оны танымайды. Джимми саусақтарына бұл шынымен әкесі екенін айтып, жаңа баспана салған болуы мүмкін деп өтірік айтады. Ол алдымен өзі барып қонақтарды қабылдайма деп сұрамақ болады. Джимми жалғыз сүйек храмына барып, қарт адамнан сен ескі Никсің бе? деп сұрайды. Коулсон ол жай дәрігер екенін, бұл жер өлгендерді еске алу орны екенін, қызыл түсінің себебі вирусқа қарсы йодпен боялғанын түсіндіреді. Джимми жеңілдеп әкесімен кездесемін деп қорыққанын айтады. Содан кейін ашық айтып, өзі шайтанның ұлы екенін, әкесімен үнемі сөйлесетінін айтады. Сол кезде Джимми Энн мен Спайк қашықтан қарап тұр.
Джимми Энн ол ескі Ник емес шығар деп ойлайды, бірақ Джимми оның ұлы екеніне де күмәнданады, өйткені ол бұл жерді білмеген және әкесі туралы сұраққа сенімсіз жауап берген. Басқа жерде Коулсон мен Джимми вирусқа дейінгі естеліктер туралы сөйлеседі. Кенет Джимми оған өз адамдары алдында шайтан болып көрінуін талап етеді, әйтпесе ішегін жегіземін деп қорқытады. Түнде Джимми саусақтарына ертең түнде ескі Никпен кездесетіндерін, бірақ ережелер бар екенін айтады. Оған тиіспеу керек, тек Джимми ғана тікелей сөйлеседі. Ал Коулсон Самсонға бәрін айтып көп жылдан бері өмір үшін қорықпағанын, бірақ енді Самсонға не болатынынан қорқатынын айтады. Сондықтан бүгін үлкен доза беріп тәжірибені жылдамдатпақ болады. Таңертең Спайк оянып, культтан қашып кетуге тырысады. Бірақ алысқа бара алмай, індетті зомбиге тап болады. Спайк оны жеңеді, бірақ артынан Джимми Фокс қуып жетеді. Бұл жігіт Спайк басында өлтірген досының ең жақын адамы болған, сондықтан Спайкты жек көреді. Джимми Фокс Спайкты пышақпен шаншуға тырысады, бірақ Кети пайда болып, оны өлтіреді. Содан кейін Спайкты жұбатып, бірге жүруді ұсынады. Кейін екеуі лагерге қайтады. Джимми Энн топқа Джимми Фокс ескі Никпен кездесуден қорқып қашпақ болғанын, сондықтан оны өлтіргенін айтады. Джимми күмәнданады, бірақ ескі Ник бүгін түнде не дейді, соны көреміз дейді. Басқа жерде Самсон өзенде қолын жуып, адам сияқты әрекет етеді. Ол тастанды пойызға барып, ескі өмірін еске алады. Флешбекте пойызда жүрген Самсонға кондуктор билет сұрайды. Қазір ол шындыққа оралып, айналасында зомбилерді көріп, менде билет жоқ деп айтады. Бұл адамдық әрекеті зомбилерді ашуландырып, олар шабуыл жасайды. Самсон өзін қорғап, оларды өлтіреді. Коулсон түнгі қойылымға дайындалып жатады. Түнде Джимми мен культ мүшелері келеді. Олардан аспалы шамдарды көріп таңғалады. Бәрі Джиммиден басқасы маска киеді. Сүйек храмына жеткенде Коулсон алдын ала жазылған дауыс арқылы қарсы алады. Ол Iron Maiden әніне билейді. Содан кейін факел лақтырып, айналасындағы бензинді тұтатады, жалын шеңбері пайда болады. Галлюцинация тудыратын түтін шығарады. Тамаша қойылым барлығын сендіреді, тіпті Джимми таңғалады. Музыка тоқтаған соң Коулсон саусақтарға тізе бүгуді бұйырады. Джимми одан нұсқау сұрайды. Коулсон мәжбүрлі түрде оларға қатыгез миссияларын жалғастыруды, Джиммиге күмән келтірмеуді, саусақтар санын көбейтуді айтады. Кенет назары маска киген балаға аударылады. Бетпердесін шешкенде Спайк екені анықталады. Баланы бұл қатыгездермен жіберуге болмайтынын түсінген Коулсон тағы бір бұйрық айтады. Библиядағыдай баласын құрбандыққа шалу керек, яғни Джиммиді құрбандыққа шалу. Джимми Энн қуанып көшбасшысын айқышқа шегелеуге дайындалады. Жағдайды түсінген Джимми оның жалған екенін айтып, Коулсонды іштен шаншып, өзі шынайы шайтан екенін мәлімдейді. Ол саусақтарға опасыз Джимми Эннді өлтіруді бұйырады. Екі культ мүшесі оған шабуыл жасайды, бірақ шебер әйел оларды жеңіп өлтіреді. Артына бұрылғанда Спайк Джиммиді шаншып жатқанын көреді. Джимми Энн психопатты қатты ұрып құлатады. Спайк жараланған Коулсонға жылап жабысады, бірақ қарт бәрі жақсы дейді. Спайк оларды жіберу керек еді деп айтады. Коулсон маска артындағы балаға қарап, оны қорғау керек болғанын айтады. Спайк жеткілікті азап шеккен. Джимми Энн оның шайтан болмаса да, соңғы бұйрығын орындайтынын айтады. Джиммиді айқышқа шегелеу. Ол Спайкқа өзінің шын аты Келли екенін айтады. Екеуі бірге Джиммиді сүйек храмына айқышқа шегелеп кетеді. Айқыштағы Джимми жылап әкесінің даусын енді естімейтінін айтады. Кенет қатыгез Самсон пайда болады. Джимми оны мүйізді шайтан ретінде галлюцинациялайды. Самсон Коулсонды атымен атап, алғыс айтып, мәйітін алып кетеді. Джимми неге мені тастадың? деп сұрайды. Көп ұзамай індетті зомби келіп, оны өлтіреді деп болжанады. Соңғы көріністе бірінші фильмнің бас кейіпкері Джим қызы Сэмге үйлерінің тарихын үйретіп тұр. Кенет сыртынан шу естіледі. Екеуі қару алып, жақын төбеге шығады. Онда екі адам індеттілерден қашып барады. Киімдеріне қарағанда Спайк пен Келли. Сэм әкесінен оларға көмектесеміз бе деп сұрайды. Ол әрине деп жауап береді. Фильм осы жерде аяқталады.